Менің әріптесім Искакова Алия халықаралық курста оқып, өзінің алған білімдерімен бөлісті. Сол кезде маған Канада мемлекетінің білім беру жүйесіндегі озық әдіс тәсілдер мен тәжірибелер туралы бөлісті. Ол кезде мен канадалық мектептің ең жақсы 5 оқу әдісімен таныстым. Ойын арқылы оқыту, әлеуметтік эмоционалды оқыту, технология арқылы оқыту, аралас оқыту, жобаға негізделген оқыту. Бұл ойын арқылы оқыту және аралас оқыту біздің өзіміздің Қазақстан мектептерінде де пайдаланамыз. Дей тұрғанмен де оқушыларды осындай әдіс тәсілдермен оқытуда негізінен балаларды өмірге бейімдеуге әсер етеді екен. Цифрлық құзыреттілік даму заманында осындай мемлекеттердің әдіс тәсілдерін сабақта қолдансақ, үлкен нәтижеге жетеміз деп ойлаймын, және дамыған елдің қатарына қосылады деп есептеймін.